Ақша бәрін шешеді ме? Әлде ең бастысы тәрбие ме? Ақшаның тәрбиеге қалай әсер ететінін ойланып көрдің бе? Неге байлар балаларын өмір сүруге үйретеді, ал кедейлер тек өлмесін күнін үйретеді? Балаңды бір нәрсе үшін ұрысқан кезде ойланып көрдің бе? Сен оны бірінші дұрыс әрекет етуді үйреттің бе? Әлде ол өз түсіну керек деп ойлайсың ба? Мен өмір бойы ішімдік ішіп, шылым шегіп жүріп, бірақ бір күні ұлың мешітке барған кезде ол кенеттен сенің көзіңде дұрыс емес болып көрінетінді айтып тұрған жоқпын. Лашықтан шыққан миллиардер фильмінде бай ата-аналары өз ұлының өмірдің құнын түсіну үшін жасанды әлемді қолдан жасайды. Ата-анасы ұлын қиындықтарға үйрету үшін жасанды әлем жасайды, ал бізде қалай болды? Біз балаларымызға ең қарапайым нәрселер түсіндірдік пе? Фильмдегі баланың айналасындағының бәрі жасанды, бірақ сол жасанды өмір оны мықты етіп тәрбиелейді. Енді ойланып көр, сенің балалық шағыңда бұдан өзгеше болды ма? Ата-анаң сені қиындықтарға дайындады ма? Әлде сені шынайы өмірмен бетпе-бет қалдырды ма? Неше бала әкесіз өсті? Неше бала түсіндікке салынған анасының тәрбиесінде қалды? Өмірдің мәнін түсінбей өскендер қанша? Фильмде бай ата-анасы ұлын шыңдау үшін әдейі қиындықтар жасайды. Ал біздің ата-аналарымыз ше? Олар өмір сүру үшін күресті. Бірақ бізге күресуді үйретті. Біз көрген тәрбиені қайталаймыз. Біз дұрысты, бізде балаларымыз дұрысамыз. Бірақ оларды дұрыс негіздерге үйретіп жатырмыз ба? Әлде олардың болашағын өзгертер білім берудің орнына қате жолды көрсетіп жатырмыз ба? Қазақта мақал бар: сиырдан сиыр туады, шөп жейтұғын, иттен ит туады, боқ жейтұғын. Бірақ біз кімбіз? Біз кімді тәрбиелеп жатырмыз? Сенің ойынша бала тәрбиесінде не маңызды? Ақша ма әлде принциптер ме? Мынаны кімнен іздеген маңызды емес. Маңыздысы біз қандай ата-ана боламыз? Балаларымызға не қалдырамыз? Ақша ма әлде ақыл мен тәрбие ме? Ойыңызды комментке жазып кетіңіз. Егер сіз әлі Лашықтағы миллиардер фильмін көрмеген болсаңыз, оны бүкіл отбасыңызбен көруге кеңес беремін.